Сәлем, малинаның қыс мезгіліне сақтаудың 3 түрін көрсететін боламын. Алдағы уақытта өте көп рецептер шығатын болады, каналыма тіркеліп кетіңіз. Бірінші түрі малинаны мен жудым, асты тесік, су ағып кететін ыдысқа жудым, 10 минуттай суы ақты, жумай қолданатындар да бар. Морозильниктің суырмасына пергамент қағазын төсеп, малинаны жеке-жеке тізіп шықтым. Барлығын салып болғаннан кейін морозильникке салдым. 5-6 сағатта қататын болады. Қатқаннан кейін осылай босатып алдым. Өте жақсы қатқан, кез келген контейнер ыдысына салуға болады. Ең бастысы қақпағы болуы қажет. Салып, бетін жауып, қайта морозильникке салдым. Кез келген уақытта шетінен алып қолдана бересіз. Шайға қолдансаңыз, тұмауға пайдасы өте көп. Екінші түрін дайындаймыз. Менде 1 килограмм 800 грамм малинаға дәл солай 1 килограмм 800 грамм қант салдым. Кез келген вареньеге жеміс қышқыл болмаса, қантты бірде-бір ғып саламыз. 2 килограмм жеміске 2 килограмм қант кететін болады. Қантты салып толық араластырдым. Қанты еріп, суы шығу үшін 1-2 сағатқа қоя тұрамыз. 1-2 сағаттан кейін отқа қоямыз. Беті жыбырлап қайнап бастағанда астыңғы отын өшіріп қоямыз. Бетіндегі көбігін шамалы алдым. Көбіктің зияны жоқ, тазалап алудың да қажеті жоқ. 1 сағатта малина суиды, сол аралықта банкіні буға қойып, қақпақтарын ыстық суға салып қайнатамыз. Уақыты 5 минут. Жемісіңіз қышқыл болса, тағы да қант салып жіберіңіз. Қанты аз болса, банкіңіз атылып кетуі мүмкін. Малинаны қайта отқа қойып 10 минут қайнатамыз. Ыстықтай жаңағы булаған банкілерге құйып шығамыз. Бетін арнайы банкі жабатымен жабамыз. Банкіні төңкеріп қойып 24 сағатқа жылы матаға орап қоямыз. Үшінші түрін дайындаймыз. 1,5 килограмм малинаға 1,5 килограмм қант салдым. Жақсылап араластырдым. Бұны да 2 сағатқа қанты ерігенше қоя тұрдым. Қанты ерігеннен кейін блендермен араластырдым. Банкілерге құйдым. Банкіні буламаймыз. Қақпағы бұралып жабылса болды. Болмаса баклажкаге де құюға болады. Бұл малинаны морозильникте сақтайсыз. Кез келген уақытта алып, ерігеннен кейін қолдана бересіз. Тек қайнатып қана емес, осылай 3 түрлі етіп дайындаңыз. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ас дәмді болсын.